Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балалары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жеу үшін жауыз жылан қарлығаштың ұясына өрмелеп шығып бара жатыр. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап, шыр-шыр етіп балаларына арашасы іздейді. Көкектен көмек сұрай барса, бүркіт қонаққа шақырып еді, соған бара жатырмын, уақытым жоқ, дейді көкек. Одан шығып қарғаға барса, үйленгелі жатқанымда мазамды алма, дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен даусын естіп,